Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сүзбелі кураби печенье жасайтын боламыз. Өте оңай рецепт, тез пісетін дәмді печенье. Достар, егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Печенье жасау үшін бізге керек заттар: творогын сап алдым, оған қаймақ қосамыз. Сосын сары майымды салам. Шекерін салам. Блендермен бір қалыпты массаға келтіріп мыжғылап аламыз. Жұмыртқа қоспаймын. Печеньенің ерекшелігі сол. Творогы бар, қаймақ, сары майы бар. Соның өзіне әдемі печенье шығады. Разрыхлителді қосып араластырдым. Оны жайлап салып араластыратын боламыз. Осындай қоймалы масса болады. Оны енді кондитерский пакетімізге салып алып, осылай формада табамызға пергамент қағазын төсеп құятын боламыз. Сіздер өздеріңіз қалаған формат жасасаңыздар болады. Менде бар форма осындай болып тұр. Бетіне мак сепсебемен күнде сепсе де болады. Міне печеньеміз пісті. 180 градуста 10 минутта піседі. Ішін үзіп көрсетпін. Әдемі өте үгітіліп тұр. Достар, егер де менің печенье пісірудегі рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңырау шалуды ұмытпаңыздар.